тақырыбы гироскопиялық датчик. Оқу мақсаттары: гироскопиялық датчиктің жұмыс істеу принципін түсіндіру, роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін бағдарламалар жасау. Бүгінгі сабақта үйренеміз гироскопиялық датчиктің жұмыс жасау процесін. Алдымызда төменгі сыныптардан белгілі 4 датчик көрсетілген. Олар жанасу датчигі, ультрадыбыс датчигі, түс датчигі және гироскопиялық датчик. Бүгін біз гироскопиялық датчикті қарастыратын боламыз. Гироскопиялық датчик роботтың айналу бұрышын немесе айналу жылдамдығын өлшеуге арналған құрылғы болып табылады. Гироскопиялық грек тілінен аударғанда шеңбер, көру дегенді білдіреді. Гироскопиялық датчиктің негізгі қызметтері иілу бұрыштарын өлшеу және де градустық секунд бойынша айналу жылдамдығын өлшеу болып табылады. Датчиктің үстіндегі 2 бағыттаушы ол датчиктің жұмыс жасайтын жазықтықты білдіреді. Сондықтан роботқа датчикті дұрыс орналастыру маңызды болып табылады. Роботтың сағат тілімен бұрылуы үшін оң мәндер беріледі, ал сағат тіліне қарсы бұрылу үшін теріс мәндер беріледі. Датчиктерді біз EVA3-дің сандармен белгіленген порттарына жалғаймыз. Гироскопиялық датчик пен EVA3-ді жалғауға коннектор қолданылады. Гироскопиялық датчиктер дәлірек өлшеу үшін оны қозғалмайтындай етіп мықтап орналастыру қажет. Роботымызға бағдарлама жүктеу үшін EVA3-ға коннектор арқылы керекті датчикті қосамыз. Бізде бүгін өтілген тақырыптағы гироскопиялық датчикті қосамыз және де EVA3-мізді USB көмегімен ноутбук немесе компьютерге жалғаймыз. EVA3-мізді іске қосамыз. Бағдарламалау тілі Lego Mindstorms EVA3-ді жасалатын болады. Бүгін бағдарламалау тілінде біз гироскопиялық датчик блогымен танысатын боламыз. Жаңа бағдарлама құру үшін плюс таңбасын басамыз. Алдымызда бағдарлама жазуға арналған терезе шығады. Бастау блогы міндетті түрде бірінші тұрады. Одан кейін біз сары блок датчиктер блогынан гироскопиялық датчикті алатын боламыз. Гироскопиялық датчиктің 3 режимі болады. Өзгерту, бұрыш бойынша, жылдамдық бойынша, деңгей мен бұрыш бойынша. Және де салыстыру, қалпына келтіру. Біз практикалық жұмыста гироскопиялық датчиктің блогын пайдалану арқылы бағдарлама құратын боламыз. Біріншіде бізде бастау блогы тұрады және сары түсті. Одан кейін әрекет блогынан біз тәуелсіз моторды алып келеміз және 2 мотордың да жылдамдығын 15, бірақ бір мотордың -15-ке орналастырамыз. Кейін гироскопиялық датчикті таңдау үшін күту блогын орналастырамыз. Күту блогы бізде сарғыш түсте орналасқан. Бұл жерден біз датчикті таңдап, яғни гироскопиялық датчикті таңдап, өлшеуді таңдаймыз. Және бұл жерде біз 2 сол бетінде қалады. Тек қана немізді 180-ге өзгертеміз. Және де әрекет біткеннен кейін тәуелсіз моторды тоқтату үшін жасыл блоктан, яғни әрекет блогынан тәуелсіз моторды әкеліп орналастырамыз. Сөндіреміз. Бұл жерде біздің роботымыз тоқтайды. Тапсырма: қажетті сөздерді тауып, орнына қой. Жарайсың. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.